Иә, қымбатты көрермендер, жарнама уақытында біздің студиямызға келіп жайғасқан меймандарымызбен таныстыра отырайық. Өмірлік таңдау жобасының жетекшісі Дәулет Әждар мырза, сонымен қатар Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының менеджері Айнұр Қоңқабаева бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Жобаның ең басты ұйымдастырушылары және демеушілер ретінде Айнұр ханым өзіңізден сұрайық. Өкіл ретінде келіп отырсыз. Самұрық Қазына Траст ұйымдастыруымен өмірлік таңдау жобасы жүзеге асты. Бұл жобаның мақсаты, миссиясы, жалпы нәтижесі жайлы да айта аламыз ба бүгінгі күнде? Әрине, жалпы Самұрық Қазына Траст қорының осындай жобаны қолдауының басты мақсаты қазіргі таңда бізде жастар арасында, яғни болашақ түлектердің арасында көбінесе гуманитарлық мамандықтар таңдап жатады. Яғни бұл жобаның басты мақсаты осы жастар арасында жұмысшы мамандықтарға, яғни техникалық мамандықтарға деген балалардың, оқушылардың қызығушылығын арттыру болып табылады. Жалпы 6 өңірде, яғни біздің осы жоба жүзеге асырылды. Жобаның толығырақ нәтижелері жайында Дәулет мырза айтып кетсе, өйткені ол кісі осы жобаның жетекшісі, және де барлық, қалай айтса болады, барлық қырларын, яғни ерекшеліктерін осы кісі біледі. Жақсы, ендеше Дәулет мырзадан сұрайық. Жоба өз нәтижесін берді ме? Сіздердің ойларыңыздағыдай, ойларыңыз жүзеге асты ма, былайша айтқанда? Иә, әрине, жоба өз мақсатына жетті деп ойлаймыз, өйткені жоба аясында біз 30 мыңға жуық оқушыны қамтыдық. Оларға мамандық таңдау барысында қандай қателіктер жасауға болмайтын туралы, және де мамандықты қалай таңдау керек екенін туралы айтып өттік. Және әрине де Айнұр ханым айтып өткендей, жұмысшы мамандықтарға басым акцент қойылды. Және 30 мың оқушыдан бұрын біз 6 мың ата-анаға да осындай кәсіби бағдарлау жұмыстарын жүргіздік. Бұл жұмыста бізге өз қолдауын көрсеткен Білім және ғылым министрлігі де бар. Олар арқылы біз 260 психолог апайларымыз, ағайларымызды тренер қылып оқытып, біз оларды осы кәсіби бағдарлау жұмысын қалай дұрыс жүргізу керектігін түсіндірдік, және олар өз алдарында өздерінің мектептерінде 10 тренингтен жүргізді. Жоба аясында біз тек осындай тренингпен шектелген жоқпыз. Жоба аясында біз оқушыларға, 9 сынып оқушыларына арнайы кәсіби экскурсиялар жүргіздік. Яғни зауыттарға осы жұмысшы мамандықтармен таныстырып, еңбек әулеттерімен таныстырдық. Және де осы жоба аясында біз оқушылар арасында және ата-аналар арасында тренингке дейін және кейін арнайы әлеуметтік сауалнамалар жүргіздік. Осындай жұмыстар атқарылды. Нәтиже бар. Ондай үлкен айырмашылық ондай қатты болған жоқ, өйткені жоба алғашқы пилоттық түрде жүргізілді. 10-15% қызығушылығы артты. Яғни бала оның алдында жұмысшы мамандықтар туралы ақпарат білмейтін болса, яғни ол қара жұмыс деп ойлайтын болса, қазіргі таңда ол оқушылар жұмысшы мамандықтардың қандай екен, және олардың қазіргі таңда өте сұранысқа ие екенін көздері жетті. Ата-аналардың да көздері жетті, яғни олар тренингке дейін колледжге баламды бермеймін, ол университетке түседі, бастық болады деп ойлайтын болса, қазір яғни сол жұмысшы мамандықтарына да қызығушылықтары артты. Көзқарас өзгерді, сең жылжыды. Әрине, Бұл өйткені қараңыз, балалар мысалы білмейді мамандық кім болып жұмыс, атауларын білсе де, мысалы зауытқа барып көрудің өзі үлкен жаңағы олар үшін өзгеріс болды. Яғни олар бастапқы кезде Дәулет айтып кеткендей басқа бір көзқараста болды. Зауытқа кіріп өз көзімен көргеннен кейін өздерінің ойларын өзгертті ата-аналар да, оқушылар да. Сондықтан ең басты мақсат орындалды десе де болады. Мың естігеннен бір көрген артық деген қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Жалпы енді балаларды гуманитарлық саладан техникалық салаларға бейімдеу мақсатында
мұғалімдердің атқаратын рөлі ерекше. Осы орайда сіздер 250 мұғалімге тренинг өткіздіңіздер, және ол нәтижесінде 250 мұғалімнің 5-е іріктеуден өтіп, Санкт-Петербург қаласына барып қайтыпты. Осы туралы айтып отырсаңыздар. Жоба аясында біз ерекшелігі бұл жобаның, біз арнайы осы мектепте психологтарымызды қамтыдық. 260 психолог, педагогтарымызды қамтып, оларға арнайы жобаның үздік тренері байқауын ұйымдастырдық мотивация ретінде. Ол жоба аясында 10 адам іріктеліп Астанадан жартылай финалға өтті. Ол жартылай финалда біз оларды тағы да шешендік шеберліктерін сынап, балаларында өздерінің арнайы әдістемелерімен танысып, 5-еуін іріктеп, біз осы Санкт-Петербург қаласына Иматон психологиялық орталығында, институтында оқыттық. Кеше олар келді, өздерінің пікірлерімен бөлісті, өздерінің жинақтаған тәжірибелерімен бөлісті. Оларға ол жерде өте қатты бағдарлама ұнады. 3 күн бойы олар сол арнайы кәсіби бағдарлау технологиясын ойлап тапқан лектормен, Соломин Леонид деген кісімен арнайы осындай сабақтан өтті. Арнайы куәлік алды. Ол яғни білімін, өздерінің кәсіптік деңгейлерін көтерді. Жалпы осындай бір бұл яғни тек оқушылар үшін ғана емес, жоба жалпы мұғалімдерді де қамтыды. Ата-аналарды, мұғалімдерді және де оқушыларды. Сондықтан тек қана оқушылардың ғана көзқарасын емес, мұғалімдердің де оларды қалай қызықтыра білу керек екендігіне жаңа көп көңіл бөлінді. Яғни жұмысшы мамандықтарға қалай көңілдерін аудару керек. Үлкен бір шараны қолға алып отыр екенсіздер, расында да. Өйткені қазақ баласын бастық болса деп тәрбиелейтін рас. Ол жасыратын жайт емес. Өйткені бір жылдары заңгер мамандығы көбейіп кетті бізде, экономист мамандығы. Тас лақтырсаң, сол мамандық иелеріне тиетін негізі. Ал енді завод, фабрикаларда өзге ұлт өкілдері көп жағдайда жұмыс істеді. Енді қазақ балаларын тарту жолында атқарып отырған еңбектерің жемісті болсын дейміз сіздерге. Рахмет. Иә, біз әрине тілекшіміз, және тағы бір сұрағым келіп отырғаны, Самұрық-Қазына Трасттың бұл алғашқы жобасы емес, жалпы әлеуметтік бағыттағы жобаларды көптеп жүзеге асырасыздар. Сол туралы да көрерменді хабардар етсек, қай бағыттағы жобаларды жүзеге асырып жатырсыздар және болашақта жоспарда қандай жобалар бар? Жалпы Самұрық-Қазына Траст қоры, әлеуметтік жобаларды дамыту қоры, бұл біздің қордың атқаратын жұмыстарының қызметтерінің ішінде көбінесе Самұрық-Қазына компаниялар тобы бар өңірлердегі өмір деңгейін жоғарылату басты мақсаты. Яғни бұл жаңа аталып отырған өмірлік таңдау жобасы да әсіресе өңірлердегі оқушыларды тарту мақсатында жүзеге асырылды. Және де осы секілді көптеген жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бізде мысалға көбінесе жаңағы халықтың өмір сүру деңгейіне, халықтың жаңағы әсіресе өңірлердегі адамдардың өмір сүру деңгейін жоғарылату үшін әлеуметтік жобалар жүзеге асырылады. Алдағы уақытта бізде қазіргі таңда Менің елім жобасы жүзеге асырылып жатыр, яғни ол 2016 жылдан бастап жүзеге асырылып жатыр. Менің елім бағдарламасының аясында осы жылы жүзеге асырылатын әлі талай жобалар бар. Яғни ол осы оқушыларға болсын, қоғамдық өмірді жақсарту мақсатында болсын, жобалар өте көп. Егер біздің көрермендеріміздің арасында креативті ойлайтын, өздерінің жобаларын ойластырып жүрген жастар болса, сіздерге баруларына бола ма? Сіздерден қолдау бола ма? Және оны қандай механизммен жүзеге асыру керек? Мәселен, сайт арқылы ма, жоқ әлде хабарласу арқылы ма? Әрине, бізде жобалар көбінесе жаңа айтып кеттім, әлеуметтік жобаларға көп көңіл бөлеміз. Яғни ол тек қана көбінесе бір шараны ғана жүзеге асыру емес, яғни мерекені көбінесе сондай бір реттік шара емес, көп уақытқа, яғни ұзақ мерзімді жобалар жүзеге асырылады. Яғни көп адамды қамтуы керек. Көп адамды қамтуы керек. Яғни бізде әрине, егер ондай қызықты жобалар болып жатса, біздің ресми сайтымызда арнайы бізде бөлім бар, серіктес болу деген. Сол бөлімге кіретін болса, мысалы адамдар барлық құжаттардың тізімі, қандай құжаттар тіркеу керек, қандай мақсаты, жалпы біздің қордың жүзеге асыратын жобалар мысалдармен келтірілген. Яғни, егер мүлдем ниеті бар, алайда не
қандай идеясы жоқ адамдар болса, мысалы, тек қана сайтқа кіріп танысса, барлығы түсінікті, барлығы жаңағы сол серіктес болу деген бөлімде, яғни өзінің жобасын тіркеп бізге жіберуі мүмкін. Яғни сол арқылы біздің жоба менеджерлері қарап, алдағы уақытта байланысатын дейді. Жақсы. Дәулет мырза, Айнұр ханым, бүгін студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамыз. Расында да адам өмірінде екі таңдау болады, ол жар таңдау және өмірлік кәсібін таңдау деп жатады. Сіздер осы ең маңызды таңдаулардың бірін жасауға қаншама оқушыға және олардың ата-аналарына көмек бердіңіздер. Бұл сауапты істеріңіз сіздерге де өз игілігін алып келсін дейміз. Алдағы уақытта осындай жобалар көп болсын және біздің студиямызға тек жағымды жаңалықтармен келіп тұрыңыздар. Рахмет. Рахмет. Өмірлік таңдау жобасының жетекшісі Сәулет Әждар мырза, сонымен қатар Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының менеджері Айнұр Қоңқабаева бүгін студиямызда қонақта болды. Тағы да алғысымызды айтамыз. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай бейнеүзікпен жалғастырамыз. Рахмет сіздерге.